Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәнінің мұғалімі Доскеева Ақкөл Мұстафаевна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы балқу және қатаю кезіндегі ішкі энергияның өзгеруі. Сабақтың мақсаты балқу кристалдану кезіндегі жұтылатын немесе бөлінетін жылу мөлшерінің формуласын есептер шығаруда қолдана алу. Енді қазір мына суретке назар аударайық. Не себепті қар еріп жатыр? Қар еру үшін біріншіден энергия қажет. Қар энергияны күннің жылуынан алады да ери бастайды. Қар еру барысында энергия қалай өзгереді? Қарды біз кристалл денелер ретінде қарастырамыз. Қатты зат еру барысында жылуды жұтады. Қатты күйден сұйық күйге өткен кезде ішкі энергия арта бастайды. Сіздің ойыңызша бұл күні ауаның температурасы неше градусты көрсетуі мүмкін? Әрине, 0 градусты көрсетуі мүмкін, немесе 0 градустан жоғарыда болуы мүмкін. Ал осы қардың орнында су болса ше? Су болатын болса, онда су қатты күйде болады, су 0 Цельсий градус температурада кристалдана бастайды. Екі агрегаттық күйдегі бір зат бірдей екі ыдыста тұр. Мұз жылы ауамен әрекеттескен кезде, ол ауадан жылуды жұтады да күйін өзгертіп, мұздан суға айналады. Бұл процесс балқу деп аталады. Тоңазытқышта су суық ауамен әрекеттескенде, ауа судың жылуын өзіне жұтып, нәтижесінде су қатады. Су өз күйін сұйық күйден қатты күйге өзгертеді. Бұл қатаю процесі деп аталады. Су температурасы 0-ден төмен ауамен әрекеттескен кезде өз жылуын жоғалтады. Температура алдымен 0 Цельсий градусқа дейін төмендейді. Содан соң қатаю процесі жүзеге асады. Бұл процесс басталатын температура балқу температурасы деп аталады. Мұз жылы ауамен әрекеттескен кезде балқи бастайды. Балқу және қатаю процестері бірдей температурада жүзеге асады. Аяздан жылы бөлмеге әкелінген мұз неге бірден ерімейді? Кристалдардағы молекулалар біркелкі реттеліп орналасады. Алдымен мұз 0 Цельсий градус балқу температурасына дейін қызады да, бөлшектердің кристалдардағы орналасу реті бұзылады. Молекулалар қозғалысының жылдамдығы, яғни дененің ішкі энергиясы артады. Мұз энергияны жұтады да, қыздыру энергиясы тордың бұзылуына жұмсалады. Сол себепті мұздың еруіне біраз уақыт кетеді. Затты бір агрегаттық күйінен екінші бір агрегаттық күйіне айналдыру үшін не қажет? 0 Цельсий градустағы 1 килограмм мұзды балқыту үшін белгілі мөлшерде жылу беру қажет болады. Егер оның мәні белгілі болса, онда көп мөлшердегі мұзды еріту үшін қажетті жылу мөлшерін шамамен анықтар едік. Берілген заттың 1 килограммын балқу температурасында қатты денеден сұйық күйге өзгерту үшін қажетті жылу дененің меншікті балқу жылуы болады. Меншікті балқу жылуы джоуль бөлінген килограммен өлшенеді. Балқу температурасынан төмен температурадағы мұзды еріту үшін мұздың температурасын балқу температурасына дейін көтеру үшін оған қосымша энергия беруіміз қажет. Дене қатты күйден сұйық күйге немесе сұйық күйден қатты күйге өткен кезде оның көлемі қалай өзгереді? Балқытылған болатты цилиндр ыдысқа құйған кезде белгілі бір деңгейде болаттың еркін беті пайда болады. Қатаю процесі кезінде бұл еркін беттің деңгейі төмендей бастайды. Болатта басқа заттар сияқты қатаю процесіне түскен кезде көлемнің азаюы байқалады. Бұл оның сұйық күйіндегі молекулаларының кеңістікте орналасуы бір-бірінен алыс екенін көрсетеді. Ал осы құбылыс суда керісінше, судың қатаю кезінде оның молекулалары кристалдық торларды құрайды. Кристалдық торлар судың сұйық күйіне қарағанда бір-бірінен алыс орналасқан. Осылайша, мұздың көлемі өзі пайда болған судың көлемінен көбірек болады. Жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Енді бүгінгі сабағымыздың негізгі формуласымен танысайық.
Кристалл денелердің балқу және қатаю кезіндегі бөлінетін және жұтылатын жылу мөлшерінің формуласы. Графикке назар аударатын болсақ, температураның уақытқа тәуелділік графигі берілген. Бұл жерде мұз минус 40 Цельсий градустан 60 Цельсий градус суға айналып, және 60 Цельсий градус судан салқындай түсіп, кристалданып, және мұз күйіне айналады. Енді осы графиктегі АВ бөлігіне қарайтын болсақ, АВ бөлігінде мұзды қыздыру. Мұз бұл жерде энергияны жұтады. Келесі ВС бөлігі, бұл жерде мұздың балқу температурасы, ВС бөлігінде мұзды ерту. Келесі CD бөлігін қарайтын болсақ, суды жылыту, бұл жерде су әрі қарай қыздырылып, энергия жұтылады. Сол кездегі қажет жылу мөлшерінің формулалары. Келесі DE бөлігін қарайтын болсақ, 60 Цельсий градустағы судың суынуы, су суынған кезде энергияны бөледі. Келесі бөлікке қарайтын болсақ, ол бөлікте бізде EF бөлігі, бұл жерде судың кристалдану температурасы, су 0 Цельсий градус температурада кристалданады, судың қатуы. Келесі бөлік, бұл бізде F бөлігі, мұздың салқындауы, яғни қайтадан минус 40 Цельсий градустағы мұз күйіне айналады. Осы жердегі ВС және EF бөлігіне қарайтын болсақ, ВС бөлігінде энергия жұтылады балқу кезінде, EF бөлігінде қату процесі жүреді, бұл жерде энергия бөлінеді. Кристалл зат қатайғанда бөлініп шығатын жылудың мөлшері, оны балқытқанда жұмсалған жылудың мөлшеріне тең болады. Бұл екі жерде ВС бөлігінде және F бөлігінде бірдей формулаларды қолданамыз. Судың кристалдану температурасына дейін салқындауын және мұзға айналу процесін қарастырайық. Судың салқындауын, судың кристалдану температурасына дейін жеткізіп, мұзға айналу процесін қазір бақылап көрейік. Ол үшін бізге мұз, 100 грамм мұз қажет болады, және 100 мл су, 5 мл су, пробирка, сонымен қатар спар құрылғысы және температура датчигі қажет болады. Ең әуелі біз қазір мына пробиркеге 5 мл суды құямыз. Пробиркеге 5 мл суды құйдық. Енді осы судың бастапқы температурасын анықтаймыз. Ол үшін спар құрылғысындағы температура сенсорын таңдаймыз. Қазір бізде судың температурасы көрсетілген. Судың бастапқы температурасы бізде 23,3 Цельсий градусқа тең болды. Енді мензуркаға салынған мұзды аламыз, және осы мұзға 100 мл суды құямыз. Келесі осы пробиркідегі су мұзға толығымен бататындай ғып орналастырамыз. Толығымен бататындай орналастырдық. Енді температура сенсоріне қарайтын болсақ, бұл экраннан судың салқындауын көруімізге болады. Қазір енді осы процесті әрі қарай жалғастырайық. Судың салқындап жатқанын көреміз. Енді осы суымыз кристалдану температурасына дейін жетіп, мұзға айналу үшін біз мұз салынған суға ас тұзын саламыз. Судың температурасы төмендеу үшін тұзды араластырамыз.
Өздеріңіз көріп тұрғандай, судың температурасы салқындай түсті. Қазір біршама уақыттан кейін судың кристалдану температурасына дейін жетеді. Жалпы сұйық күйден қатты күйге өткен кезде сұйық өзінің энергиясын бөле отырып қатты күйге айналады. Қазір экранға назар аударатын болсақ, судың кристалдану температурасы жүріп жатыр. Енді экранға назар аударатын болсақ, қазір біз енді суымыз толығымен мұзға айналды деп қарастыруымызға болады. Енді осы жерден мұздың салқындауын тоқтатайық. Қазір бізде мұз минус 2,6 Цельсий градусқа тең болды. Енді осы процесті температураның уақытқа тәуелділік графигінде қарастырып көрейік. Назар салып қарайтын болсақ, осы жерде бізде судың алғашқы температурасы мана 23 Цельсий градусты көрсетті. Және суымыз біртіндеп салқындай түсті. Оны графиктен көруімізге болады. Әрі қарай 150 секундтан кейін су кристалдану температурасына дейін жетіп, минус 2,6 Цельсий градустағы. Мына жердегі суреттен көретініміздей, енді осы жерде мұзға толығымен айналды деп қарастырамыз. Бұл температураның уақытқа тәуелділік графигі. Қазір мына пробиркідегі суға қарайтын болсақ, суымыз бізде мұзға айналды. Бұл жерде графикке назар аударатын болсақ, температураның уақытқа тәуелділік графигі су 20 Цельсий градустан салқындап, кристалдану температурасына дейін жетіп, әрі қарай мұзға айналған күйі көрсетілген. Кристалдану температурасы бұл жерде 0 Цельсий градус. Осы EF бөлігінде неге температура өзгермейді? Бұл температурада молекулалар қайтадан реттеліп, орналасады да кристалдық тор құра бастайды. Кристалдану кезінде бөлініп шығатын энергия температураны тұрақты болуына жұмсалады. Бұл графикте сұйықтың қатты күйге өтуі көрсетілген. Зат қатайғанда молекулалардың қозғалыс жылдамдығы азаяды. Сонымен қатар температура азаяды, зат қатайғанда ішкі энергия азаяды. Судың кристалдану температурасына дейін салқындатуын және мұзға айналу процесін енді тәжірибе жүзінде жасап қарастырайық. Осы тәжірибе барысында жасалынған 5 мл судың кристалдану температурасына дейін салқындауын және мұзға айналу процесі кезінде қанша энергия бөлінетінін есептеп қарастырайық. Осы тәжірибеден алынған мәліметтерге сүйене отырып, есептің шартын былай деп құрастырайық. Температурасы 23,3 Цельсий градус, көлемі 5 литр суды суытып, және оны температурасы минус 2,4 Цельсий градустағы мұзға айналдыру үшін бөлінген жылу мөлшерін есептеңіз. Енді әрі қарай есептейік. Осы есепті шығармастан бұрын, қазір біз температураның уақытқа тәуелділік графигін сызып алайық. Сіздер білесіздер, тәжірибе барысында судың температурасы 23,3 Цельсий градусты көрсеткенін. Және ол су біртіндеп салқындай бастады. Ол графиктегі 1-де 2-ші бөлікке сәйкес келеді. 2-де 3-ші бөлікте судың кристалдану процесі жүреді. Әрі қарай 3 пен 4-ші бөліктерде мұзға айналуы, мұздың салқындау процесі жүреді. Бұл біздің тәжірибе жасау барысында алынған графиктер. Жақсы, әрі қарай
Осы әрбір бөліктердегі бөлінген жылу мөлшерін есептейік. Су салқындаған кезде сіздер білесіздер, яғни энергия бөлінеді. Бірінші, екінші бөлікті қарайтын болсақ, судың салқындау кезіндегі бөлінген жылу мөлшері. Жылу мөлшерінің формуласын алып, яғни бұл жерде судың меншікті жылу сыйымдылығы, судың массасы және температураның өзгерісі ретінде біздер 0 Цельсий градус температурамен судың бастапқы температурасының өзгерісін аламыз. Сол кезде бөлінген жылу мөлшері бірде бөлікте минус 489 джоуль энергия бөліп шығарады. Әрі қарай, екіде үшінші бөлікке қарайтын болсақ, мұздың қатуы кезінде бөлінген жылу мөлшері. Q2 бұл жерде мұздың меншікті балқу жылуы мен судың қату массасы. Орнына қойып есептейтін болсақ, мұздың қату кезінде бөлінген жылу мөлшері минус 1,7 килоджоуль энергияға тең болды. Әрі қарай, 3-4 бөлікте мұзды минус 2 Цельсий градус температураға дейін салқындатқан кезде бөлінетін жылу мөлшері. Енді бұл жерде суымыз толығымен мұзға айналды, сондықтан мұздың меншікті жылу сыйымдылығын аламыз. Мұздың массасы және температураның өзгерісі ретінде минус 2,4 Цельсий градуспен судың кристалдану температурасын қарастырамыз. Сол кезде, салқындаған кезде бөлінетін жылу мөлшері минус 25,2 джоуль энергияға тең болды. Енді әрбір бөліктердегі бөлінген жылу мөлшерін қосамыз. Сол уақытта бөлінген жылу мөлшері минус 2,2 килоджоуль энергияға тең болды. Бұл тәжірибе барысында жасалынған судың салқындап, кристалданып және әрі қарай мұзға айналған кездегі бөлінген жылу мөлшері. Жақсы, енді мынадай графикпен жұмыс жасайық. Есептің шарты: минус 10 Цельсий градус температурадағы мұз 80 Цельсий градус температурадағы суға айналуын температураның уақытқа тәуелділік графигінде тұрғызыңыздар. Бірінші, температураның уақытқа тәуелділік графигін тұрғызамыз және температура осіне масштабтарды белгілейміз. Минус 10 Цельсий градус температурадағы мұзға берілетін энергия оны балқу температурасына дейін қыздыруға жұмсалады. Әрі қарай 0 Цельсий градус температурада энергия балқытуға кетеді, сол себепті біршама уақыт кетеді. Т1, Т2 аралығы. 0 Цельсий градустан 80 Цельсий градуста температура толығымен сұйыққа айналады. Жақсы оқушылар, енді біз қазір мынадай есептер шығарайық. С тобының есебі. Есептің шартын қарастырайық. Массасы 20 кг, температурасы 70 Цельсий градус суға, массасы 5 кг, температурасы минус 30 Цельсий градус мұз салынады. Егер мұз толық еритін болса, қоспаның температурасы қандай болғаны? Әрі қарай, енді берілген жазайық. 20 кг бізде су, 70 Цельсий градус температура, 5 кг мұз, мұздың температурасы минус 30 Цельсий градус. Енді кесте бойынша қарайтын болсақ, мұздың балқу температурасы 0 Цельсий градус, мұздың меншікті жылу сыйымдылығы 2100 джоуль килограмм Цельсий градус, мұздың балқу жылуы 3,4 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм және судың меншікті жылу сыйымдылығын аламыз. Осы жерде мұз бен суды араластырған кезде белгілі бір уақыттан кейін жылулық тепе-теңдік орнайды. Осы орнаған жылулық тепе-теңдікті тетта әрпімен белгілейміз. Немесе бұл қоспаның температурасы болады. Енді осы есептің шартына сәйкес формулаларды жазайық. Ең бірінші ол бізде мұз. Мұзды балқу температурасына дейін жеткізу үшін алған жылу мөлшері ол бізде Q1. Мұзды балқытуға кеткен жылу мөлшері
ол Q2. Енді мұзды толығымен суға айналдырамыз. Оның өз температурасын қоспаның температурасына дейін жеткізу үшін алған жылу мөлшері Q3. Әрі қарай жалпы мұздың алған жылу мөлшері әрбір бөлікте Q мұз, Q1, Q2 және Q3 формулаларының қосындысына тең болады. Судың мұзға берген жылу мөлшері Q су. Бұл жерде судың меншікті жылу сыйымдылығы, судың массасы және температураның өзгерісі ретінде 70 Цельсий градус сумен жылулық тепе-теңдік орнаған температура. Энергияның айналу және сақталу заңына сәйкес алған берген жылу мөлшерлерін теңестіреміз. Бұл жерде су өзінің жылуын мұзға береді, мұз жылуды алады. Судың берген жылу мөлшері мұздың алған жылу мөлшерлерін теңестіреміз және қажетті формулаларды орнына қоямыз. Әрі қарай енді жақшаны ашамыз. Жақшаны ашып болғаннан кейін белгісіздерді теңдіктің оң жағына, белгілерді теңдіктің сол жағына жинаймыз. Сол кезде осы екі түрлі су мен минус 30 Цельсий градус мұзды араластырған кезде орнаған жылулық тепе-теңдік 36,8 Цельсий градусқа тең болды. Жақсы оқушылар, енді қазір біздер есеп шығарып болдық. Енді қорытындыласақ, зат қандай температурада балқыса, сол температурада қатаяды. Балқу температурасы кезінде заттың сұйық күйіндегі ішкі энергиясы ол заттың сондай массасының қатты күйіндегі ішкі энергиясынан артық болады. Кристалл зат қатайғанда бөлініп шығатын жылудың мөлшері оны балқытқанда жұмсалған жылудың мөлшеріне тең болады. Заттың бір агрегаттық күйден екінші күйге өтуін практикада қолданамыз. Мысалы, металлургияда әртүрлі қоспалар алу үшін металдарды арнайы пештерде балқытады. Табиғатта заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі үнемі болып тұрады. Жақсы оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.